2018 сенесі январының 4-не қадар. Бұны Униан агентлігінің мұхбері білдіре. Эвелі Русия Украина кемлеріне Павелның сағлығыны бақмаға мұсады етмеді. Тақиқат изоляторына тибиет адамларыны кірсетмеділер. Бұны олар Киевде айтып берді. Краснодарға Украина тыш ишлер назарлігінің реджасы иле барған еделер. Инсанықлары бойынша Авропа махкемесіне Павелның сағлығы қында хабердар әтмек керек еділер. Оғланның бабасы Игорь Гриб дейке оғлу балалықтан сақаттыр ве она махсус тебалав ләзим. 19 яшында Павло Гриб августның 24-інде қызнен көрішмек үшін Русияге кетті, фақат евіне қайтмады. 2 аптадан сон Краснодар СИЗОсында бұлынғаны белі олды. Русия ФСБ идаресі оны террористик фаалиетні алып барғанында қабатлай.